Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін Қазақстанда қазақтар өсіп жатыр ма, және басқа қай ұлттар өсіп жатыр деген сұраққа жауап береміз. Бұл видео Дәуренбек Сарқытбай арнасының ұсынысы бойынша жасалды. Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған 1991 жылы елімізде қазақ халқының үлесі 39% еді. Соған қарамастан тәуелсіздікке ие болдық. Соңғы 30 жылда Қазақстандағы қазақтардың үлесі артты. Бүгінде қазақтардың саны 13.300.000 адам. Бұл Қазақстан халқының 69,5%. Астанадағы қазақтардың үлесі 81%. Одан бөлек 4 облыста қазақтардың үлесі 80%-дан асады. Олар Ақтөбе облысы 84% қазақ, Маңғыстау облысы 94% қазақ, Атырау облысы 93% қазақ және көш басында Қызылорда облысы 96% қазақ. Қалған өңірлердің бәрінде халықтың басым көпшілігі қазақтар, тек солтүстік Қазақстан облысында орыс ұлтының саны қазақтардан асып тұр. Елімізде қазақтармен қатар өзге ұлттардың да саны өсуде. Мысалға, өзбектер. Өткен жылы өзбектердің саны 17.600 адамға көбейді де, олардың саны 637.900 адамды құрады. Бұл халықтың 3,34%. Айта кетелік, өзбектер саны жағынан қазақтар мен орыстардан кейінгі 3-ші орында тұр. Ал Түркістан облысы мен Шымкент қаласы бойынша қазақтардан кейінгі 2-ші орында. Сонымен қатар ұйғыр ұлтының саны өткен жылы 4200 адамға көбейді. Олардың жалпы саны 283 мыңға жетті. Бұл Қазақстан халқының 1,4%. Елімізде сонымен қатар әзербайжандардың, түріктердің, тәжіктер мен дүнгендердің саны өсуде. Осы тұста дүнгендерді айрықша атап өтуге болады. Себебі дүнген халқының өсімі таң қалдырады. Дүнген халқының өсімін көрсету үшін Қазақстандағы түрік ұлтымен салыстырайық. Елімізде 116 мың түрік ұлтының азаматы бар, ал дүнгендердің саны 78 мың. Түріктерден дүнгендердің саны әжептәуір аз. Алайда өткен жылы түріктердің саны 1300 адамға өсті, ал дүнгендер аз бола тұра 1900 адамға өсті. Ал енді Қазақстанда саны азайып жатқан ұлттар жайлы айталық. Әрине, көш басында орыстар. Былтыр еліміздегі орыстардың саны 48.500 адамға азайып, жалпы саны 3.430.000 адамды құрады. Бұл Қазақстан халқының 17,9%. Сонымен қатар, былтыр, яғни 2021 жылы Украин ұлтының саны 9300-ге азайды да, халық саны 247.400 адамды құрады. Бұл Қазақстан халқының 1,29%. Қазақстандағы саны азайып жатқан ұлттар қатарына немістер, белорустер, татарлар, корейлер мен поляктар кіреді. Мысалға, татар ұлты өткен жылы 1900 адамға азайды. Былтыр елімізде 199 мың татар болған болса, биыл 197 мыңнан астам татар бауырларымыз бар. Бүгінгі видео осымен тамам. Арнамыздағы басқа да қызықты экономикалық видеоларды көріңіз.